Сәлем достар, бүгін біз құл саудасы деп аталатын 2014 жылы экшенге толы фильмге шолу жасаймыз. Алдымен арнаға тіркеліп, лайктарыңызды баса кетіңіздер. Ал біз шолуды бастайық. Жас қыз үлкен қалаға барып, танымал болу үшін үйінен қашады. Вокзалда ол өзін таланттар байқауына шақырған жігітті кездестірді. Жолда ол су ішіп, бөтелкеге араластырылған ұйықтататын дәріден есінен танып қалады. Біраз уақыттан кейін қыз бір қоймада оянды. Ол жерде оны байлап, қарсылық көрсетпеу үшін укол салады. Ұрлаушылардың бірі оны пайдаланғысы келген, бірақ басқалары оны тоқтатып, қыздың бөлінбейтін тауар екенін еске салады. Ник Кесси қылмыскерді қуып жүрген полиция детективі. Жылдамдықта ұтылып, айлакер болып шығып, қашқынды аллеяда ұстады. Ұсталған қылмыскер серб адам саудагері Виктор Драговичтің қалада екенін айтады. Себебі ол жеке қабылдауға шешім қабылдаған тауарлар портқа жетуі керек. Бұл уақытта Бангкокте жасырын полицей Тони адам саудагерімен кездесуге келеді. Ол қыз үшін ақша ұсынды, бірақ қылмыскер одан тексеруден өтіп, онымен төсекке түсуін сұрайды. Тони белбеуін шешіп, қылмыскерлерді оңай жеңді. Содан кейін ол олардың біреуін сұрақ астына алады. Ол Нью-Джерси портына келген кеме туралы біліп, оны босату арқылы хабарлаушыдан құтылды. Көп ұзамай Драгович үш ұлымен бірге олардың бірінің туған күнін атап өтеді. Олар өздерін бақылап жатыр деп ойламағандай еді. Дәл сол уақытта Ник ФСБ офицері Ридпен және халықаралық қылмыс синдикатының басшысын іздестіру үшін Хан компаниясын басқаратын басқа агенттермен кездесті. Полиция құнды ақпаратпен алмасады және олардың мақсаты бірнеше сағатта портқа келетін жұлдызды кеме екенін айтады. Виктор мен оның ұлдары тауардың сапасын жеке тексеру үшін портқа келді. Тауардың нашарлағанын көрген Виктор кеме капитанын жазалап, оны өлтіреді. Полиция портты қоршап, ұстауды бастады. Виктор мен оның кіші ұлы Андре қашады, бірақ Ник оның соңынан ерді. Бір кезде Андре полицейлердің бірін жаралайды. Әкесі одан қашуын сұрады, бірақ жігіт өзін дәлелдеу үшін осында қаламын деп шешті. Нәтижесінде Ник Андреяны өлтіріп, Викторды тұтқындайды. Полиция тауарлары бар контейнерді тексеріп, Америка құрама штаттарына сапардан аман қалған ондаған қыздарды көреді. Учаскеде адвокаттар Викторды қорғайды. Және Ник мүмкіндік болған кезде оны өлтірмеген үшін өкіне бастады. Осы уақытта Тони тергеуді жалғастырып, Виктордың отбасының клубтарының біріне түседі. Даяршының бірі Виктордың ұлының әңгімесін естіп, олардың үкіметте түрмеден құтылуға көмектесетін достары көп екенін біледі. Янканың көмекшісі қызды байқап, оны ересектерге арналған фильмдер түсіруге шақырады. Минидің үш ер адаммен бірге қалудан басқа амалы қалмады. Бір кезде Тони мен оның көмекшісі бақытсыз қызды қорғап бөлмеге кіріп келді. Сөйтсе Мини Тонидің қызы әрі хабаршысы екен. Қыз Виктордың отбасы Андреяны өлтірген полицейден кек алғысы келетінін айтады. Ник жұмыстан келіп, қызының үй тапсырмасын тексерді. Осыдан кейін София төсекке жатты. Ал Ник үйлену тойының мерейтойына орай оған тосын сый дайындаған әйелімен бірге жатын бөлмеге кетеді. Түнде Ник телефон қоңырауынан оянды. Бастығы олардың Виктор Драговичті саяси қысымға байланысты босатқанын және оның кек алатынын хабарлайды. Дәл осы сәтте Ник терезеге қарап қылмыскерлерді көрді. Оянған полиция қарсылық көрсетуге тырысады. Бірақ қарақшылар оның әйелін өлтіріп, арқасынан екі рет оқ атты. Біраз уақыттан кейін Ник ауруханада оянды. Рид оған барып, үйден әйелі мен қызының мәйіттері табылғанын жеткізді. Орны толмас шығынға төтеп бере алмаған полицей Викторды тауып, одан кек алу үшін ауруханадан қашады. Үйге оралғанда ол отбасылық суреттерінің бір бөлігін алып, баспалдақтың астында жасырылған қаруды табады. Виктордың сүйікті мейрамханасына барғаннан кейін Ник оның қайда екендігі туралы ақпарат алу үшін барлығын қара бастады. Виктор Драгович жасырынып жүр екен. Сенатор одан кетуін сұрайды. Өйткені ақш пен басқа елдер оған саяси қысым көрсетуде. Бұған жауап ретінде Виктор сенатор әйелінен мұқият жасырып жүрген жас қыздармен түскен суретін көрсетіп бопсалайды. Кейінірек Виктор ұлдарымен кездесіп, енді Горан мен Иван барлық бизнесті жүргізетінін айтады. Янка портта болған оқиғаға кінәлі, сондықтан ол оған енді сенбейді екен. Сол себепті ол ұлын жоюға дайын еді. Тони мен Мини бірге уақыт өткізуде. Қыз естеліктерін есіне түсірді және қатты қайғырады. Себебі бір кездері анасы оны құл саудагерлеріне зат ретінде сатып жіберді. Сол кезде әйелді ренжіткен жалғыз нәрсе қызы үшін 1000 емес, бар болғаны $700 төлегені ғана. Тони қызды тыныштандырып, оны қолдайды. Себебі қазір оны шынымен бағалайтын адамы бар. Көп ұзамай Рид пен басқа ФСБ агенттері Бангкокқа келді. Олар Никтің мейрамханада не ұйымдастырғанын біледі және оны ұстауға тырысады. Оған жалған төлқұжатты сатқан ақпарат беруші бұл туралы Ридке айтты, және ол кек алуды армандаған полицейді іздеуді бастамас бұрын Тонидің ісімен айналысады. Полицейлер Никті табуға тырысты, бірақ ол алдымен оларды байқайды. Шағын топтарға бөлінген полицейлер көлік тұрағын тексерді.
Бір сәтте Рид Никті байқап, Тонидің серіктесін өлтіреді. Содан кейін Никке мылтықты лақтырып, өзін жарақаттады. Атысты естіген Тони оқиға орнына келді. Рид оған бұл Никтің жұмысы екенін айтты. Серіктесінің өлімі үшін кек алғысы келген Тони американдықтың артына түсті. Ник қашып құтылады. Бірақ көп ұзамай ол Бангкокты нашар білгендіктен ұсталып қалды. Жекпе-жек кезінде америкалық техникадан гөрі күштің маңызды екенін дәлелдеп оңай жеңді. Кешке Мини Тониге қоңырау шалып, қылмыскерлер түнгі клубқа жиналғанын хабарлайды. Рид мұның бәрін естиді және қоңырау уақытын жазып алады. Ник клубқа ерте келіп, Янканың көмекшісінен оның қайда екенін сұрады. Ақпаратты алғаннан кейін ол қылмыскерді өлтірді және клубқа келген Тониді көреді. Ник қашуға тырысады және өзін Тони қуып келе жатқандықтан қорғаныс үшін күзетшіні кепілге алды. Күш пен техниканың эпикалық дуэлінде ерлер қайтадан қамшыланды. Тони жеңіп шықты, бірақ Ник тапаншаны тауып жағдайды бақылауға алады. Ол полицейді өлтіруі мүмкін, бірақ мұны істемей жай ғана шамдарды өшіріп кетті. Көп ұзамай Рид Тониді тауып алды да оған көмектесуге тырысып, қауіпсіздік камераларына қарап, оларды қоңырау уақытымен салыстыру үшін телефонын ұрлайды. Жемқор ФСБ агенті Миниді тауып, оны Виктордың ұлдарына ұстап берді. Осы уақытта Тони Янкидің кеңсесін қарап, көмекшісінің жасырын камераларын тауып алады. Ник ұрланған қыздарға толы қоймаға кіріп, ақырын жүруге тырысады, бірақ кенет атылған оқ оның жоспарын бұзды. Және Ник жолындағы барлық адамдарды өлтіруге мәжбүр болады. Ник көп ұзамай қолдар қамалған жүздеген басқа камераларды табады. Янка оны өлтіруді шешкен өзге ағаларының құрбаны болады. Ник жараланған қылмыскерді тауып, Виктордың қайда жасырынғанын білу үшін одан жауап алуға тырысты. Ол көмекке келген қылмыскерлерді өлтіріп, құнды мәліметтерді білуге тырысады. Бірақ бұл жерге әріптесі үшін кек алғысы келетін Тони келіп жетті. Ник бұл Ридтің жұмысы екенін жеткізді және Тони оған сенетінін айтады. Көп ұзамай Рид ақыры опасыздық жасағанын мойындап, Тонимен айқасқа түсті. Бұл жігіт те осал емес екен. Бірақ ақырында Тони оны жеңіп шықты. Осы уақытта Ник қарақшыларды нысанға алады. Ал Янка өлмес бұрын әкесінің қайда жасырынып жатқанын айтады. Көп ұзамай оқиға орнына полицейлер келді. Құжаттарды ақтарып, Никтің қызы тірі екенін анықтайды. Бірақ ол құлдыққа сатылған екен. Ник Виктордың артынан барады және Тони онымен бірге жүреді. Себебі Мини қылмыскердің кепілінде еді. Жабық әуежайға келген Тони соңғы сәтте қызды өлімнен құтқарды. Ник аңшылыққа шығып, Викторды жарақаттап, жолындағылардың бәрін өлтіреді. Виктор немерелерінің қылмыскерлерден кек алуды сұрайды. Сосын олмен қоштасып, тікұшақпен қашады. Ник қылмыс синдикатының басшысын қуып жетіп, тікұшақты атып түсірді. Виктор өлген кейіп танытты. Бірақ жігіт жақындаған бойда бірден шабуыл жасады. Бір кезде құл саудагері Софияның тірі екенін мойындап, артынша Никті жарақаттап тастайды. Қызының тірі екенін білген Ник бар күшін жұдырығына жинап, Викторды өлтіреді. Осы уақытта Тони Виктордың үлкен ұлын және басқа қарақшыларды өлтіру арқылы Миниді қорғайды. 4 аптадан кейін Тони, Мини және Ник Софияны ұрлау ісін қарастырып жатыр. Құжаттар мен ескі отбасылық фотосуреттерді алып, ер адам үйіне оралды. Пойызда ол кішкентай қыздың оған қызығушылық танытып жатқанын көреді. Жүрегі дірілдеп, туған қызын есіне алды. Ник қандай жағдай болса да, Софияны табатынына күмәні жоқ. Міне фильм осылай соңына жетті. Соңына дейін көргендеріңіз үшін алғысым шексіз. Жаңа бейнелерді жіберіп алмау үшін арнаға жазылып қоңыраушаны қоса кетіңіз. Лайк басып комментке фильм туралы өз пікіріңізді жаза кеткейсіз. Жақында көріскенше, ал қазірше келесі кездескенше.